Баршаға сәлем, достар, қалдарың қалай? Достар, мен бүгін сіздерге слоеный тестоның рецептімен, яғни қатпарлы қамырдың жасалу жолдарымен бөлісемін. Бисмилля деп, ең алдымен бізге ұн, тұз, жұмыртқа, уксус, сосын сары май немесе маргарин керек болады. Бәрі мұздатқыштан шыққан, тоңазытқыштан шыққан мұздай болу керек. Ең бірінші жұмыртқамызды ыдысқа жарып, бір қасық тұзымызды салып, бір кружкаға мұздай су құйып, осын араластырып, холодильникке қоя тұрамыз. Содан соң тоңазытқыштан шыққан сары майды ұнға сала отырып, теркадан өткізсеңіз де болады. Мен теркадан өткізбеймін, мен осылай пергаментный қағазға осылай тура баламын, майдалап тура балып, содан соң ұнға араластырып, осылай араластыратын боламын. Май мен ұнды араластырып болғаннан кейін, холодильникте тұрған кружкамыздағы суымызды, жұмыртқа араласқан суымызды бір қасық, чайный қасықпен уксус құйып, араластырып, осы ұнымызға құйып, тағы да араластырамыз. Бірақ илемейміз, тек басын біріктіріп қоюымыз керек. Көп илеп тұрудың қажеті жоқ. Осылай басын біріктіріп, ұндардың бәрін жинап, басын біріктіріп, осы қамырды пакетке салып, тағы холодильникке жарты сағатқа қоя тұрамыз. Жарты сағаттан соң қамырымызды пакеттен алып, кішкене жаямыз. Оқтаумен кішкене жайып, содан соң осылай конверт сияқты қайтарамыз. Екі басын біріктіріп, содан екі шетін тағы да біріктіріп, қайтадан қамыр қылып, тағы да холодильникке қойып қоямыз жарты сағатқа. Содан соң тағы да жарты сағаттан кейін алып, тағы да жайсаңыздар, тағы да қайтарсаңыздар болады, немесе сол қалпында пайдалана берсеңіздер болады. Мен тағы да жайып, тағы да осылай конверт қылып, қайтадан салып қоятын болам. Достар, рецепті осы видеоның астына описаниеге толық жазып кететін боламын. Осылай қайтадан конверт жасап, бұны пакетке салып, морозильникке, мұздатқышқа салып қоям. Бұл қатпарлы қамырдың өте кереметтігі, бұл морозильникте сақталып тұра береді, және аяқ асты қонақ келе жатқанда өте дайын нәрсе. Мен қамырдың ортасын бөліп көрсетем, осындай қатпарлы болып шығады. Бұл қамырдан самса пісіруге болады, Наполеон торттың корждарын пісіруге болады, әртүрлі печеньелер пісіруге болады. Универсальный қамыр болады, слоеный, слоистый, өте әдемі қамыр болады. Мен қазір бір бөлігін кесіп алдым. Осы бөліктен кішкене печенье пісіріп көрсетпекшімін. Қалған бөлігін морозильникке салып қойдым. Содан жаңа кішкене алған бөлігімнен мен осындай етіп печенье пісіріп көрсетпекшімін. Жұмыртқа жағып, духовкада пісіріп алам. Міне осындай печеньеміз дайын. Достар, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Қамырыңыз слоистый, қатпарлы, өте әдемі қамыр болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Рахмет.